Ұрланған тағдыр. Жалғасы. Арада күндер өтіп жатты. Гүлзаданың жүктілігі ауыр өтуде. 20 апта болған кезде УЗИге түскенде жынысын дұрыс анықтай алмады. Дәрігер, сәбиіңіз ұл сияқты, ұялшақ екен, көрсетпей жатыр деп жымиды. Үйге келгенде енесі алдынан күтіп алып, дәрігер не деді, ұл ма қыз ба? Гүлзада, ұл сияқты, бірақ нақты емес, көрсетпей қойды. Көңілі аздап түскен енесі бөлмесіне кіріп кетті. Десе де келін айтқанынан шықпайтыны үшін іштей ұнататын. Алдыңғы келіндері өз дегендермен жүретін. Өздеріне ұнайтындарын алып, қалаған жеріне кете баратын. Гүлзада ондай емес. Не болса соған рұқсат сұрайтын. Еш себепсіз ақша жұмсамайтын жан. Айлығын да ененің қолына беретін. Иә, бұның бәрін анасы алдынан бұрын үйретіп қойған еді. Арада тағы айлар өтті. Екінші УЗИінде нақты қыз бала деп айтқанда, бір түрлі боп қалды. Дереу анасына хабарласып айтқанда, анасы, енеңе ұл бала деп айт, мүмкін ұл шығар, дәрігерде пенде емес пе, қателескен шығар. Анасының сөзін екі етпейтін Гүлзада енесіне алғаш рет өтірік айтты. Байғұс ене қуанып, келінін бәйек боп, әлден дүниеге келмеген сәбиге есім қарастыра бастады. Жеңісте бұл жаңалықты естіді. Аздап қуанған секілді түр танытты. Айы күні жақындаған Ұлзадаға енесі қамқорлықпен қарап, барлық жағдайын жасады. Енесінің басқа қаладағы жақын туысы қайтыс болып, сол жаққа 2-3 күнге кететін болды. Құдағайын шақырып Гүлзаданың қасында. Тағдыр ма әлде сәйкестік пе? Дәретханаға асыға жүгірген Гүлзада абайсызда сүрініп құлады. Жеңіс ол кезде жұмыста болатын. Анасы жан екпімен жүгіріп келіп, көтері тұрғызған. Ішімен құлаған Гүлзададан қан кете бастады. Дереу жедел жәрдем келіп перзентханаға қарай зулады. Дәрігерлер жылдам қозғалып, Гүлзадаға наркоз беріп, ота бөлмесіне алып кетті. Анасы құрбысына хабарласқан. Сөндірулі тұр. Жеңіске де хабарласып еді, жұмысында тексеріс болып жатыр, кейін барамын деп телефонын өшіре салды. Уайымға түскен ана перзентхананың алдында әрлі-бері тағат таппай жүрді. Ондай кезде уақыт шіркінде тоқтап қалғандай. Қайта-қайта қол сағатына қараған Малика қызының амандығын тілеп отты. 1 сағаттан соң медбике шығып, сізді бас дәрігер шақырып жатыр дегенде, қорыққан ана аяғын сүйрете ішке кірді. Дәрігер, бауыр берік болсын, немереңіз қыз бала өмірге келді. Сәбидің жағдайы ауырлау. Бала әлі жыламады. Ем-шара жүргізудеміз. Гүлзаданың жағдайы жақсы. Әзірге наркоздың салдарынан есін жимады. Дәрігердің сөздерінен соң Гүлзаданың анасы не істерін білмей отыра кетті. Жаңа ғана аман болса болғаны деген уайымы әп-сәтте сейілді. Немересінің жағдайы емес, қыз болып туғаны жанына батып барады. Көз алдына келгені, дәрігердің айтуынша немересінің сал болып қалуы да мүмкін. Бәріне дайын болыңыздар дегені құлағына жаңғыра естіліп, Гүлзада мен ауру немересінің енесі мен Жеңіс қуып шығатынын елестей кетті. Жан-жақты ойлай, өзінің де қызының да абыройын ойлаған боп бір шешімге келді. Бас дәрігерге кіріп, мән-жайды көз жасымен баяндап, қанша сұраса да сонша төлейтінін айтып, тастанды ұл бала болса ауыстырып беруін өтініп жалынды. Гүлзададан кейінгі 2 ұл бар еді. Солардың тойы болса деп депозитке жинаған қаражаты мен бұрын алып қойған. Енді ғана жерін көтеріп жатқан жер телімін бас дәрігерге бере салды. Үйіндегілерге банктегі жұмысымда үлкен бәлеге ұшырап, қомақты қаражат төлемесем түрмеге жабады деп жалған айта салды. Не осылай өз немересінің тағдырын ұрлаған нағашы әжесі үлкен күнәға батты. Ең ауыр күнәға бату үшін де біраз қаражатын жұмсады. Ол кезде өзінікі дұрыс деп санаған Малика, немересінің адам болмай не өледі, болмаса мүгедек боп, қызымның бақытын байлайды деген оймен осы қадамға барды. Періште алтын көрсе жолдан таяды, демекші бас дәрігер Маликаның өтінішін орындап, қасындағы қызметкерлерге ауыз бастырғы беріп, Гүлзададан 1 күн бұрын босанған әйелдің дүниеге келген тастанды ұл баланы ауыстырып қоя салды. Ол ұл баланы жас қыз туған еді. Өз еркімен күнәсіз сәбиден бас тартып, қолхатын жаза перзентханадан қашқан жас қызды ешкім таппай қалған болатын.
сол бір тастанды сәбидің бағы 5 ел екен. Өмірге келе салып әр ананың омырауына жабысқан тастанды сәбиді Гүлзада өз ұлым деп емірене емізіп, ана бақытын сезінгеніне қуанышты еді. Ал өзінің бейкүнә нәзік қызғалдағы вакуумда өмір мен өлімнің арасында жатыр. Анасының ақ сүтін тояттап емудің орнына шұбырған система шұнырлары, нәзік ғана саусақтары жыбырлап, жылауға да шамасы келмейді. Тағдырын ұрлайтындай сонша не күнәсі бар еді? Әлде өз әжесінің қыз баласын ұнатпай, басқада немерелерін шырылдатып, қыз бала болғаны үшін қуып шыққаны, сол үшін де өз немересінің тірі жетім атануы Алланың берген жазасы ма? Десе де күнәсіз қызғалдақтың тірі жетім атанып, азап шегуге қақысы жоқ еді. Гүлзада бұл жағдайын мүлде бейхабар. Білсе бұндай жағдайға өлсе де бармас еді. Өмірге қыз емес ұл бала келгеніне қуанып, әлі де сене алар емес. Босандырған акушерде УЗИ-да айтта береді, ұл босандың. Түр білдірмей айтқанда қатты қуанды. Анасы Малика құдағайына күйеу баласына хабарлама жазып сүйінші сұрағандай болды. Әлі де қорқынышы басылмай, сөйлесуге дәрмені жоқ. Хабарламаны оқыған Жеңіс көздері жайнап, көңілдене асыға перзентханаға қарай зулады. Шынымен де ұлды болдым деп қатты қуанды. Жеңістің анасы да хабарламаны көргені бойда қайтуға асықты. Жеңіс Гүлзаданың жылы жүзбен әрі думандатып перзентханадан шығарып алды. Енесі де дастарханды жайнатып, туыстарда жиналған. Гүлзадаға қымбат әшекей сыйлап, анасына сүйінші сұрағанына алтын сақинаны қолына кигізді. Бәрі қуанышты. Уақыт өте Гүлзаданың туған қызының жағдайы тұрақталып, жетімдер үйіне кете барды. Нағашы әжесі Малика бұл сырды ешкімге айтпады. Соңғы рет немересінің қандай балалар үйіне кеткенін ғана білді. Арада жылма-жыл өтті. Гүлзада ұлынан соң 2 қызды өмірге әкелді. Жеңіс екеуінің аралары жақсарып, сыйластықпен өмір сүріп жатты. Бірде анасы Малика Гүлзаданы шақырып, 20 жыл бойы жасырған шындықты айтқанда, Гүлзада есінен тана жаздады. Осы уақытқа дейін сол бір күнәсіз періштенің көз жасы Малика анасының 2 ұлымен жазалағандай, Гүлзаданың ержеткен 2 інісінің бірі құмар ойынның жетегіне кетсе, кенже інісі ішкілікке салынған маскүнем болды. Үйленіп отбасын құрған інілері көп өтпей ажырасып тынды. Іштей бәріне өзін кінәлі санаған Малика өткен күнәсі үшін қайғыратын, қаншама рет шындықты айтқысы келген, бірақ қызының отбасын бұзғаны көз алдына елестеген сайын айтпауға шешім қабылдаған. Ұлдарын жөнге саламын деп жүріп, 20 жылда зулап өте шыққаны. Шаңырақта жалғыз қалған Маликаның соңғы күндері түсіне сәбидің жылаған дауысы кетпей, ұйқысынан шошып оянатын. Малика қызына жылап отырып баяндады. Мына шындықтан соң Гүлзада анасына қатты айқайлап, не істерін білмей тоқтаусыз жылай берді. Жетімдер үйіне көз алдына елестеткен сайын жүрегіне ине тыққандай сыздады. Анасын ертіп асыға жетімдер үйіне келген. Ол жерде оңайлықпен ештеңені айта қоймады. Біраз ақша беріп әзер дегендей тапқан еді, бірақ өкінішке орай ол қыз бұл өмірден ерте кеткен екен. Бұл шындықты Гүлзада енесімен күйеуіне айта алмады. Айтса үлкен алапат дауыл болатын біліп тұр. Ұлы ержетіп, қыздары бойжеткен шақта ажырасып кетуі Гүлзада үшін қасірет еді. Міне осылайша Гүлзада анасының үлкен күнәсін өз мойнына алды. Осы шындықтан соң анасын жек көрген Гүлзада бір жағынан өзін де жек көреді. Бәлкім бұрын анама тәуелді болмағанымда, анам мұндай қателік жасамас еді деген ой әрбір күні мен түнін тұтқын қашырды. Бұл сырды тек анасы екеуі ғана біледі. Кей кездері ұлын да жек көріп, болмайтын нәрсеге ұрсуды шығарған, артынан кешірім сұрап жылап алатын Гүлзаданы ешкім түсінбеді. Өмір өз ағынымен өтіп жатыр. Гүлзаданың сырты бүтін болса да, іші түтін. Сол бір өткен күнді ойлаған сайын, жүрегі жаралана, жылаудан басқа қолынан не келер дейсіз? Өмірде болған оқиға. Авторы Айдана Істілеуова. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.